Всем здравствуйте! С вами программа «Один день» на телеканале Каспий Ньюс. Сегодняшний выпуск не будет таким, каким обычно вы привыкли его видеть. В этом году Атырау ждут серьезные испытания. Город находится в ожидании большой воды. Все расчеты и прогнозы специалистов говорят о том, что такого паводка не было последние 3 десятка лет. А потому очень важно подготовиться к нему и учесть все возможные сценарии. На сегодня в регионе действует режим повышенной готовности. Работает областной оперативный штаб по ликвидации ЧС. А вместе с ними на берегу реки Урал трудятся местные жители и волонтеры. Каждый из них намерен помочь уберечь город от наводнения, таким образом внести свой вклад. И сегодняшний выпуск мы посвящаем именно атыраускам. Прямо сейчас мы находимся в Алмалинском сельском округе в селе Береке. Здесь на помощь местным жителям пришли волонтеры. Это школьники и студенты. Берегоукрепительные работы продолжаются здесь на протяжении 5 дней. То есть вместе они наполняют мешки песком, утрамбовывают их и укладывают вдоль берегов. Они уже успели подготовить более 100 тысяч снарядов. В наличии у энтузиастов прямо сейчас более 5000 мешкотары и 40 единиц техники. Но по словам местных жителей, им не хватает лишних рук. Индира, расскажите, почему вы решили взять инициативу в свои руки? Енді неге өз қолыма алған себебім, өйткені қазірге бүкіл Қазақстанда болып отырған жағдайға байланысты біздер енді бәрін көріп біліп жатырмыз. Енді біз тынышымыз жата алмадық үйде. Өзіміздің осы ауылымыз, өзіміздің атырауымыз үшін осылай белсенді ретінде өзім өстіп шығуды жөн көрдім. Просто былай жата бергеннен көрі деп, халық үшін деп солай жөн көріп шықтым. Расскажите про обстановку в селе Береке. Енді қазіргі тұрғыда бізде Берекеде 6 участок бар. 6 участокке біздер акиматтың бөліп тұрған мекемелері 3 ғана келіп тұр біздерге. Ол дейтін компания Батысстрой сервиспен, Интра, сосын бізде КТК жұмыс жасап жатыр. Сосын тәуекел жасап жатыр біздерде. Таукен жасап жатыр, кешірім сұраймын, Таукен компаниясы жасап жатыр. А қалған 2 участокте бізде әлі мекеме жоқ, келмей жатыр. Почему? Оны мен нақты айта алмаймын, неге себептен, ол біздерге ондай ақпарат беріп жатырған жоқ. Біздер оны қазірден шынымды айтсам, біздер сұраймыз, сұрастырып жатыр, бірақ бізге нақты жауап жоқ. Біздер өйткені біздер ол штаб, біздер тек қана жай халықпыз. Біздер әкімнен сұраймыз, әкім енді бана штабтан сұрап жатырмын, күнде біздерге әкім айтады, мен неге жиналысқа бара жатырмын, жиналыстан сұраймын деген сияқты, бірақ біздерге әлі нақты жауап жоқ. Неге келмей жатыр, не себептен келмей жатыр деген біздер жоқ ондай нақты ақпарат. Енді біздерде қазір Береке ауылында 40 техника жүр. 40 техника. Сол 40 техниканы біздер дейтін қазір жан-жақта жүргенде тек қана 3-4 учаскеде жүр біздерде. Бізге техника жеткіліксіз. Біздерге техникалар керек. Біздерге волонтерлар керек. Қазір енді бұйырса бүгін дейтін оразаның соңғы айы ғой. Бәрі жұмыс күні болғаннан халықтың бәрі жұмыста. Сол себептен кешкі біздерде халық тек қана 9-10-дарда жиналады. Сосын мына артымызда көріп тұрғандай қапшықтарды жинасуға кіріседі. А түнде біздерде кешегі уақытқа дейін бізде түнгі смена дейді, о түнгі сменада бізде техника болған жоқ. Тек қана кешеден бастап осы Интра компаниясы бастап кетті түнгі сменаны біздерде. Сосын халық осы қапшықтарды даярлаймыз біздер түнімен таңғы 3-ке дейін. Сосын 3-тен кейін халықтар үйіне барып, ара-ара жұмысқа кетеді. Сол. Біздерде тек қана халық. Ал күндіз бізге бөлініп отырған волонтерлар өте аз. Олар көбісі оқушылар. Біздер оқушыларды жалпы енді онда да көмегі бізге керек әрине, бірақ оқушы болғасын оның енді жұмысы біздерде жай жүреді. Біздерге ер азаматтар, үлкен кісілер керек біздерге былай қарағанда. Енді волонтерлардан көмек әрине бізде зор көмектесіп жатыр. Біздерге тамақ жағынан көмектесіп жатыр. Біздерге қапшық, бірақ қапшық жеткіліксіз. Қапшығымыз, бүгін әкелген қапшығымыз уже ертеңге жетпей жатыр. Біздерде жіп жетпейді. Жіп былай қарағанда штабтарыңызда, волонтерский штаб дейді, сол жерде мүлдем жоқ. Біздер өзімізде базардан барып іздеп көрдік, бірақ базарда да жоқ біздерде ол жіпті тауа алмай жатыр.
Енді барымызша қолдан келгенше осы қаптарда қаптап жатырмыз біздерде. Сосын біздерде түнде жасайтын бізде жарық көзі жоқ. Оны орысша айтқанда осветительная башня деп айтылады. Бізде ол мүлдем жоқ біздерде. Сол кішкене қиындау болып тұр біздерге. Сосын ең техниканың бізге қазір керегі каток. Бұл Атырау бойынша каток бұл дейтін вообще аз біздер. Бізде жүрген тек қана Береке бойынша тек қана бір каток жоқ. Ол Батысстрой сервиста болды. Біздерге жан-жақта катоктарды іздеп жатырық. Біздер еще халық болып өзіміз сбор аштық. Біздер сбор ашып, керек жарақтарымызды жеткізе алмай жатыр. Волонтерларда бана енді Атырауда да жоқ ол дейтін былай қарап тұрсам. Сол себептен өзіміз сатып алып, өзіміз әкеліп жатырық. Как вы считаете, сможем ли вместе спасти наш Атырау? Әрине, сақтап қалуға бар күшімізді салып жатырық. Бүкіл ауыл атсалысып жатыр, бүкіл халық атсалысып жатыр бұл жерде. Сақтап қалуға тырысамыз өз күшімізбен. Біздер айтып отырмыз ғой, халық ауызбіршілігімізбен, бірлігімізбен осы ауылымызды, қаламызды сақтап қалуға барлық күшімізді таңмен, түнмен осы атсалысып жатырмыз бәріміз. Бана Құлсарының жағдайын көріп, сол жағдайды болдырмауға бәріміз күш салысып жатырмыз бәріміз. В Атырауской области работа противопаводкового штаба продолжается круглосуточно. Сюда стекается вся информация касательно ситуации в Атырауской области и близлежащих регионах Казахстана и Российской Федерации, по территории которых протекает река Урал. Здесь ее анализируют и используют для координации работы всех служб, занятых в минимизации последствий паводка. Шұғыл жиын өткізіліп, қазіргі таңда Жайық өзен жағасындағы бөгеттерді нығайту жұмысына 31 компания жұмыс жасап жатыр. 400-ден аса арнайы техника жұмылдырылды. Бұл жерде айта кететін жағдай, қала аумағындағы бөгеттердің биіктету, осал жерлерін бекіту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлық аумақтарда жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Екінші, қазіргі таңда біз волонтерларды жұмылдырып, 8.000 үстіне волонтер жұмылдырылды. Атырау қаласы әкімдігінен 901.000 қапшық таратылып берілді. Кешегі күнмен бүгін қосымша тағы да 300-400.000 үстіне қап алу келу керек жоспар бойынша. Бұл жерде қазір судың деңгейі бойынша барлық мамандар, су мамандары, су саласына қажетті мамандардың барлығы өз деңгейінде жұмыс жасап жатыр. Судың келу деңгейі қазіргі таңда жайылым жерлерге шығару мәселесі барлығы осы штабтың күн тәртібіндегі мәселелердің бірі. Қазір ол Махамбет ауданынан, Идер ауданынан сол суларды жайылымдарға шығару мәселесі де қазір қаралып жатыр. Ол қанша кубометрде шығара аламыз, қанша кубометр жайылымдар бізде су қабылдай алады. Ол бойынша да қазір математика жұмыс жасап жатыр. Кто еще помимо математиков задействован в противопаводковой работе? Инженерлер, гидрогеологтар барлығы да осы жерде тиянақты жұмыс жасап жатыр. Оның барлығы бұрынғы 93 жылдары су басқан, сол кездегі жұмыс жасаған азаматтар, соның барлығы қазір осы жерде өзінің білімін, өзінің өткен біліктілік талаптарын барлығын осы жерге жеткізіп жатыр. Қазіргі таңда қаланы судан құтқару бойынша барлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ең бастысы Жайықтың суын теңізге қарай жіберу мәселесі қазір басты күн тәртібіндегі мәселе. Халықтарға түсіндіріп айтатынымыз, бұл жерде Жайықтан шығатын каналдар бар. Сол арқылы мүмкіндігінше біз теңізге қарай құю мәселесі қарап жатыр. Қазіргі Жайық, Соколов каналы, Сарыөзек каналы, барлық каналдарда кедергілер алынып тасталып жатыр барлығы. Және сол Соколов каналы, Сарыөзек каналының бойына балдарды соғу тағы да жұмылдырылып жатыр күш құралдар. Сонымен қоса қазіргі таңда теңізге қарай жібергеннен кейін Дамбы ауылдық округінде күштер мен құралдарды жұмылдырып жатырмыз. Қазір ең бастысы осы мұнайлы астанамызды аман алып қалу шаралары, жүргізіліп жатқан шаралардың бірден бір нақты қадамдар деп айта аламыз.
В Атрау для жителей Жилойского района, пострадавших от наводнения, прибывает гуманитарная помощь со всех концов Казахстана. Как сообщили в региональном оперативном штабе, пункт сбора открыли по проспекту Абулхайрхана, 79. Работает он круглосуточно. Азухан, расскажите, какую помощь оказывают волонтеры жилойцам? Бүгінгі күні біздің гуманитарлық пунктті өткізу пунктіне 140 тоннадан аса гуманитарлық көмек жеткізілді. Бұл жерде енді сіздің сұрағыңыз бойынша Жылой ауданы тұрғындарына киім-кешек, тамақ өнімдері және де гигиеналық қажетті заттар әкелінуде. Бұл жерде қазір біздің есеп бойынша біздер қазіргі таңда дәл қазіргі сәттегі қорымыз 62 тоннаны құрайды. Яғни біздер таңертеңгі мезгілде 2 тоннадан 4 тонна тікұшақпен жолдадық және пойызбен 36 тонна гуманитарлық көмекті қазіргі таңда Құлсары қаласына жеткізіліп жатыр. Мына жерде біздерде 150-ге жуық еріктілер жұмыс жасап жатыр. Мына жердің сыйымдылығы негізінде біздер 6 сәуірден бастап қабылдау жүргізілді. Қазіргі таңда бізде 140 тоннадан аса гуманитарлық көмек жинақталды. Яғни оның әр жинақталған киім сұрыпталып, әр нәрсе өз орнына қойып, киім-кешектер өз мақсатында пайдалануға жіберіліп жатыр. Және де мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай, азық-түлік өнімдері біздерде жеткілікті деп айтуға болады. Дегенмен де біздерге қазір арнайы керек болып жатырған дүниелер памперс деп жатамыз, жөргектер және де мына үй жағдайында пайдаланылатын дүниелер өте маңыздылық тудырып жатыр. Бұл жерде Құлсары қаласына гуманитарлық көмекті жинақтауға қазіргі таңда біздерге қала тұрғындарының 5000-ға жуық қала тұрғыны өзінің гуманитарлық көмегін жеткізді. А как вы узнаете, что именно необходимо жилойцам? Бұл жерде біздің әр күнгі дүниелерді жинақтау барысында сұрыптау болып жатыр ғой. Сұрыптау кезінде біздер өзімізге қандай нәрсенің санының көптігі және аздығы жөнінде ақпараттарды алып, тиісінше таңертеңгі мезгілде өзгерістер енгізіп отырмыз. Проявляют ли инициативу местные предприниматели? Бұл жерде қала тұрғындарынан бөлікте кәсіпкерлер өзінің көмектерін әкеліп жатыр. Себебі кәсіпкерлер бір рет қана емес, бірнеше рет күніне 2 мәрте немесе 3 мәртеге дейінгі кәсіпкерлердің гуманитарлық көмекті жеткізіп жатқанын көріп жатырмыз. Және де қала кәсіпкерлері мына жерде біздің жаңартылған тізім бойынша, күн сайынғы жаңартылған тізім бойынша қажетті өнімдерді әкеліп жатыр. Оның ішінде дәрі-дәрмек, киім-кешек, гигиеналық заттар және де балаларға арналған жөргектер сұранысқа ие. До какого числа будет продолжаться работа волонтерская вообще в целом? Қазіргі уақытта гуманитарлық көмекті жинақтау алдағы уақытта да жалғасын таба береді. Себебі біздерде қала тұрғындарының үздіксіз гуманитарлық көмекті әкелуі таңертеңгі 9-дан ашқанымыздан кешкі түнгі 2:30-ға дейінгі аралықта тұрғындар үздіксіз келіп жатыр. Біздер бұл жерде қала тұрғындары және де қала волонтерлар екі ауысыммен қызмет жасап жатыр ғой. 150-ге жуық ерікті осы жерде бір кісіде жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда біздің қолымызда гуманитарлық көмекті тоқтату жөнінде ақпарат жоқ. Біздер қала тұрғындарының гуманитарлық көмегін әлі де алға қарай да жалғастыра береміз. Бұл гуманитарлық көмекті жинақтау Атырау қаласының жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Енді ақпарат көздеріндегі көріп жатырсыздар, гуманитарлық көмектер діттеген жеріне үздіксіз жетіп жатыр. Біздің еріктілер екі ауысыммен тағы да айтам қызмет жасап жатыр. Халықтың аманатын әрқашан адал, әрі тиісті діттеген жеріне жеткізуге жұмыстанамыз. Во время чрезвычайной ситуации неравнодушными остались и различные компании Атрау.
Одной из тех, кто поспешил на помощь, является компания ТО АНПЗ. Для сельского округа Кайыршакты для берегоукрепительных работ предоставлено 8 самосвалов, 4 погрузчика, 3 экскаватора, 2 бульдозера и 1 виброкаток. Сегодня численность населения сельского округа составляет более 7 тысяч человек, и всего здесь более 2000 домов. Бүгінгі күні Атырау мұнай өңдеу зауыты өз үлесін қосып, су тасқынына қатысты жағалауды бекіту жұмыстарын жүргізуде. Барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Бізге бөлінген Кайыршакты селолық округке қарасты жайық жағалауын бекіту жұмыстары өзіңіз көріп отырғандай жүргізілуде. Зауыттың да қызметкерлері өз үлесін қосуда. Бүгінгі күні дәл бүгін 107 қызметкеріміз келіп, өз үлесін қосып, жағалау бекіту жұмыстарына араласты. Сонымен қатар жергілікті тұрғындар тарапынан да өз үлестерін қосуда. Бізге белгіленген аумақ 2 шақырымды құрайды. Жалпы жоспарға сәйкес өз жұмысымызды кезең-кезеңмен жүргізіп келе жатырмыз. Оның завод қызметкерлері өзінің бекітілген графигіне сәйкес өз үлесін қосып, бізге де мына жағалауды бекіту жұмыс күші негізінде де жағалауды бекіту жұмыстарына араласуда, өздерінің үлесін қосуда. Осы жұмысқа жұмылдырылған арнайы техникалардың барлығы жеткілікті. Қосымша қажеттілік туындаған жайда да біз басқа да техникаларды жұмылдыратын боламыз. Қала бойынша өзіңіз білетіндей барлық компанияларымен, әкімдік тарапының басшылығымен жұмыстар жүргізілуде. Жоспарға сәйкес барлық күш-жігер жұмылдырылады. Қаланы су тасқынынан алып қалу амалдары барлық деңгейде жүргізілуде. В настоящее время к противопаводковым работам подключились 8500 человек. Это госслужащие, военные, волонтеры и работники предприятий. Волонтеры и неравнодушные граждане обеспечивают работающих горячим питанием. К данным работам подключились предприятия общепита и торговли. Сегодня атырауцы проявляют в очередной раз сплоченность и единство, что было и остается особенностью казахского народа.